Ошарыммен сүнісі жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниені жаңаштым ба білмеймін. Өмір деген қалың орман, адастым ба білмеймін. Өмір түгіл өзіңді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Тәңірімнен қуат берде, сұрадым ба білмеймін. Жансынбей жүрегімді жыладым ба білмеймін. Сан сүрініп тіршілікте құладым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Ғашық дертті махаббаттан нәр алдым ба білмеймін. Дүниеге жұмбақ болып жаралдым ба білмеймін. Бар ма жоқ па бақытымды таба алдым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Қайырлы кеш, достар. Таңдай қақтыратын туындыны дүниеге әкелу үшін әрине шабыт керек. Кейде шабыт ойламаған уақытта келеді, ал кейде оны ұзақ уақыт күтесің. Әнші Бауыржан Исаев елінің алдында есеп беру концертін өткізу үшін бірнеше жылдар бойы шығармашылық шабытының жетілгенін күтеді. Бұл концертке 4-5 жылдай дайындалдым. Бірінші 1-2 жылда енді қаражат мәселесі шешілмеді. Одан кейін 1-2 жылдай шабыт күттім. Сөздің шыны
ұзақ күттім шабытымды. Осы биыл концерт қоям ба? Жоқ, әлі дайын емес сияқтымын. Бір жыл өткеннен кейін, ай жоқ, осы күте тұрамау деп. Сөйтіп былтыр 2013 жылы жаңағы таңертең оянып, бір маған сезім келгендей болды. Осы Бауыржан бір сәт келді-ау, осы биыл концерт қоясың-ау деген бір сезім пайда болды. Сол кезде жаңағы сол күні ағаларымды, ақылшыларымды бәрін жинап, ал енді жігіттер сәт келген сияқты концертке дайындалайық, мен дайынмын, 100% дайынмын деген сәтім болды. Алыстап кетті расында, суынып кетті-ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба, ауылыңа барған кезімде. Кеудем тез қой қалдырған, жан едің енді не деймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Толғантқан осы ой көп мені, ажырап кетті жол неден. Білмейсің оны өйткені, кезінде білгің келмеген. Кеудем тез қой қалдырған, жан едің енді не деймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Сен соны іштей оғына, көрсетпей маған жасыңды. Тек менің адалдығыма кеткенсің иіп басыңды. Кеудем тез қой қалдырған, жан едің енді не деймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Бауыржан Исаевтың концерті аптаның ортасында 18 сәуір күні өтеді. Дәл осы күнді таңдауында да бір гәп бар. Себебі 18 сәуірде Бауыржанның аяулы анасының туған күні. Ол өзінің алғашқы концертінде ата-анасына арнайды. Бүгінгі концертімге ардақты әкем Манамбай, асыл анам Әлима келді. Бүгін менің асыл анамның туған күні ағайын. Замананың соқсын қанша табызғар, аталы сөз қалдырыпты абыздар. Кеудесінде жүрегі бар әр пенде, өмір бақи ата-анаға қарыздар. Сен оларға ойыңды он бөлсең де, санаңдағы шырақтан ғой ол сөнер.
ата-анаңа қалған қызмет берген сый, дүниенің байлығы мен өлшенбес. Ардақты әкем, аяулы анам, мұнаршың киелі сыңар құс. Ардақты әкем, аяулы анам, мың алғыс сіздерге, мың алғыс. Ата-анаңды аяласаң балапқан, қуанады күнде таңда әр атқан. Ата-анасын ардақтаған пендесін, тым ерекше сүйеді екен жаратқан. Ардақты әкем, аяулы анам, мұнаршың киелі сыңар құс. Ардақты әкем, аяулы анам, мың алғыс сіздерге, мың алғыс. Ардақты әкем, аяулы анам, мың алғыс сіздерге, мың алғыс. Негізі сценарий бойынша ата-анама арнау әнін орындаған кезде жаңағы залға түсіп, ата-анама гүл сыйлау керек еді. Қобалжып жүріп па, ойымдап жүріп па, гүл алуды ұмытып кеттім сол кезде. Жаңа концерт басталмай жатып, Арман ағам мен жаңа Алтынбек ағама қарап, жігіттер бір нәрсені ұмытыппын. Сол кезде жаңағы олар да маған қарап, нені ұмыттың деген кезде, анама гүл алуды ұмытып кетіппін деген кезде ағаларым саспай, ода тұрған ештеңке жоқ Бауыржан. Концертіміз залда тамаша болады. Жай ғана сол әнді арнаған кезде, жай ғана әкең мен анаңды орнынан тұрғыза салды. Сөздің шыны көбісі байқағанда жоқ сол сәтте. Бірақ мен үшін бұл үлкен кемшілік. Концертке бір апта қалған кезде Бибігүл Ахмет қызы науқастанып ауруханаға түседі. Бауыржан хабарласқан кезде Бибігүл апамыз концертке қатыспауым мүмкін деп ескерту жасайды. Бірақ күтпеген жерден концерттің басталуына 2 сағат қалған кезде жаңағы республика сарайына маған айтпай, звондамай апам сахнаға шықты. Концерттің алдында. Сол кезде ол кісілердің енді шыдамдылығына, өзіме, менің өнеріме деген сыйластықтарына ырза болдым. Gülüm күзде тоңып, ана деп ән салам.
сен маған, дарасың сен маған, мақтанатын махаббатым, махаббатым. Ардақты есіміңді ел ана деп атап, жер ана деп атап, тербетіп бесігіңді ағашан аңсаған, арнадым ән саған. Қарыспыз әжім ақ шашына, көзіңнің жасына, өзіңсің бақыт бақшасы да, өмірдің басы да. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана, абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, дарасың сен маған, мақтанатын махаббатым, махаббатым. Ардақты есіміңді ел ана деп атап, жер ана деп атап, тербет мәңгі бесігіңді ағашан аңсаған, арнадым ән саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана, абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, дарасың сен маған, мақтанатын махаббатым, махаббатым. Мама. Мама. Бір қызықты сәттердің бірі, Республика сарайына 2,5 мың адам сияды. 2,5 мың билет дайындадық. Билеттерді жаңағы қатар орнын бәрін жазып бітіргеннен кейін, жаңа кассаға апарардың алдында бір нәрсені байқадым. Республика сарайының залы секторларға бөлінген. Сол секторге орын қалдырмаппын мен. Соны жаңағы қайтадан билеттерді типографияға барып қайттан басылымға жіберейін десем уақыт жоқ. Ертесіне таңертең кассаға бару керек болды. Соны кассир қыздармен жаңағы ақылдасып, түнімен таңғы 7-ге дейін секторларды жаңағы қолмен жаздық. Сондай бір қызықты сәттер болды, бірақ билетім әдемі болды. Ол билетпен өзім айналыстым. Ең алғаш телефон шалып маған айтқан кезде, осы ағай, Алтынбек аға, мен өз концертімді жасайын деп жатырмын. Қандай болу керек екен, кім жұмыс істеу керек ол концертте, және қандай әндерімді орындаймыз деп бір-екі кездесулер болды. Бірақ бір айтып кеткені, бұл менің бірінші және соңғы концертім дегені. Бауыржан, бұның не соңғы концертім деген? Жоқ, әншілігімді тастайтын шығармын. Сондықтан осы Алматыда, сосын Астанада үлкен шараларымды өткізіп, концертімді өткізіп, осы мен өзімнің шығармашылығыма нүкте қоятын концертім болатын шығар деді. Бірақ концерттің барысында Бауыржанның арқасы ұстап, қозып, сондай оркестрмен жанды дауыста әндерді айтып, келген эстрада майталмандарымен өзінің дуэттерін айтқан кезде көзінен бір жанары сондай ұшқын кеткендей болды да, сол айтқан сөзін өзіне қалдырған секілді болды.
жан сарайым, жүзіңді сәл көрмесем сағынамын. Қолыма бақ құсы боп қонса дайым, саған арнаймын түненің бар жырын. Саған сыйлаймын әлемнің бар гүлін. Өзің айтамын жанымның бар сырын. Ұл қызғанасың, жаныма панасың, ақ жарқынданасың, асыл аруым. Ұл қызғанасың, жаныма панасың, ақ жарқынданасың, асыл аруым. Тарқамас көңілімнің құмарысың, жанымның жақұт шашқан жұмағысың. Сен менің адал жүрек ажырамас, өмірлік тәңір қосқан сыңарымсың. Саған арнаймын дүниенің бар жырын. Саған сыйлаймын әлемнің бар гүлін. Өзің айтамын жанымның бар сырын. Ұл қызғанасың, жаныма панасың, ақ жарқынданасың, асыл аруым. Ұл қызғанасың, жаныма панасың, ақ жарқынданасың, асыл аруым. Саған арнаймын дүниенің бар жырын. Саған сыйлаймын әлемнің бар гүлін. Өзің айтамын жанымның бар сырын. Ұл қызғанасың, жаныма панасың, ақ жарқынданасың, асыл аруым. Ұл қызғанасың, жаныма панасың, ақ жарқынданасың, асыл аруым. Асыл аруым. Бауыржан қазіргі біздің қазақ эстрадасында орнын ойып алған ең мықты, мен жақсы көретін бауыр әншілеріміздің бірі. Оған нүкте қоюға әлі тағы да қазіргі жасына тағы 2-3 жасып нүкте қоюға болатын шығар. Әлі шәкіртте тәрбиелеген жоқ, бірақ шәкірт тәрбиелейтіндей өзінің жағдайы бар. Вдоль по улице метелица метет, за метелицей
шею, милая, идет. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радостно тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя. На твою ли на приятную красоту, на твое лишь больно белое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя. Красота твоя с ума меня свела и сушила добромолодца она. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя. Роза Қуанышқызының, апамыздың менің концертімнің алдында әкесі қайтыс болды. Апам келе алмайтын шығар, енді түсінікті жағдай ғой. Қайғы деген өте қиын дүние. Роза апамды репетиция кезінде көрген кезде өте қатты қуандым. Қуанышым шексіз болды. Неге десеңіз, ол кісілермен сахналас болған мен үшін үлкен абырой, мен үшін үлкен мектеп. Ол кісінің жүрегіне, ол кісінің батылдығына, ол кісінің қазақ өнеріне, қазақ әуеніне деген, қазақ өнерінің жастарына деген махаббатына риза болдым. Тағы да ризашылығымды білдіргім келеді. Роза апай, рахмет сізге. Домбырам, қолға алайын, жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ай, атамекен ай. Теңіздей тебірендім, тербедім, сапарда сағынышым сен менен. Дүние ай, сырларыңдай, мөлдіріп тұнғанындай, сағындым сен ай, атамекен ай. Армандаған күндер ай,
жабау атамекен ғаламат бір саған тағдырымыз аманат қымбатты қаламыздай сымбаттанымыздай айналдым сен ай атамекен ай жүрегім жанымыздай айналдым сен ай атамекен ай армандаған күндер ай жұлдыз аққан түндер ай өзің куә өмірде кімдер өтті кімдер ай Ал енді Нағима Қабдылқызын апамыз туралы айтатын болсақ, ол кісі енді өмірде де өнерде де өте көңілді жүретін адам. Жаңағы концертіме 3-4 күн қалған кезде өзі звондап хабарласып, қалай болып жатыр бала? Өзім анашым деп еркелеймін анда-санда апама. Сол кезде звондап, дайындық жақсы болып жатыр ма? Иә, қобалжу жоқ па? Жоқ, дайынсың ба? Иә, сен дайын болсаң, біз дайынбыз деп. Егер бір нәрсе керек болса, хабарласарсың деп. Сол кезде өзінің қолдайтын, өзінің менімен екенін сол кезде жеткізгені бар еді. На заре берег неба видней, звезды тают в таинственной дымке, и лучи, словно сотни свечей, согревают небесные льдинки. В белой сказке ночных фонарей появляется свет золотистый, здесь кончаются сны тополей, и дома обнимают зорницы. Первое утро столицы, календаря страница. Первое утро столицы и облаков ресницы. Первый восход над столицей, в небо взлетает птицей. Первый рассвет над столицей будет нам долго сниться. В это утро дорога светла, льется песня словами простыми. Мы как будто всю ночь у костра были вместе и стали родными. Без разлуки не будет и встреч. Не грустите, друзья, не грустите, после ночи приходит рассвет. Будут новые встречи в столице. Первое утро столицы, календаря страница. Первое утро столицы и облаков ресницы. Первый восход над столицей, в небо взлетает птицей. Первый рассвет над столицей будет нам долго сниться.
Бауыржанның шығармашылық кешінің тағы бір ерекшелігі концерт эстрада симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өтеді. Себебі Бауыржан Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын опера әншісі мамандығы бойынша бітірді. Бұл мәліметті біреу білсе, біреу білмес. Сондықтан да концертте Бауыржан өзінің жаңа қырынан көрсету мақсатында классикалық шығармалар орындайды. Бауыржан екеуміз неаполитандық «О соле мио» әнін бұл концертке дейін сан рет орындағанбыз. Бірақ дәл осы концерттегі екеуміздің арамыздағы ансамбль, дуэттік байланыс ерекше әсер қалдырды. Ярко светит после бури солнце, его волшебный луч все оживляет, и к новой жизни травку пробуждает. Ярко светит после бури солнце. Я знаю, солнце еще светлее, и это солнце свет твоих очей. Одна, о, дорогая, одна ты, солнышко мое. Sta fronte a te, sta fronte a te. И весь вечер на сцене мне помогает эстрадно
симфонический оркестр под руководством Белякова Александра Викторовича. Спасибо! Билбордпен билетке өзімнің 3 суретімді қойдым. Біріктіріп. Жаңағы бет тұрғаным бар, шақырып тұрғаным бар, концертке келіңіздер деп. Жаңағы өзінше болып тұрған жерім бар. Сөйтіп жаңағы билбордпен афишаларды ілгеннен кейін бір досым звондайды. Бәке, құтты болсын, иә, осы концертке дайындалып отыр екенсің. Иә, дайындалып жатырмыз. Не көмек? Жоқ, бәрі жақсы болып отыр, дайындық жақсы болып отыр. Деген кезде осы сен трио болып кеткенсің ба? Афишаңа қарасам, 3 адам тұр ғой, соның оң жақтағысы сен, қалған екеуі кім деп сұрайды да менен досым. Сондай бір қызық сәттер болды. Концертке дайындалу барысында енді көрерменнің алдына шыққаннан кейін әдемі сөйлегім келеді. Жаңа ақын достарым бар, енді ақылдасып көрейік. Маған бір мәтін жазып берсеңіздер, амандасуым қалай болады? Концертінің аты неге ата-анама арнау болды, соны жеткізу керек болды. Жаңағы халықпен қауышқан кезде не деймін, не сөйлеймін деп өзімнің жаңағы жазушы ақын бауырларыма кішігірім тапсырма бергенім бар. Концертте айтатын мәтінді жаңағы Мақсат бауырым жазып берді. Бірақ концерттің алдында шыққан кезде бүкіл сөздерімді ұмыттым. Сол кезде жаңағы Мақсат бауырымның айтқаны бар. Ол кезде Саспа, өмірде қандай болсаң, сахнада сондай болу керексің бауыржан. Сол кезде айтқан кеңесі бар. Халықпен қауыша кетсін.
жанға алаулаған гүл еді. Кеудеме сыймай сенсіз, тулайды асау жүрегім. Ай ғана сырласым, нұр сәуле боп шашылған, оралшы қайтадан таңым. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Табылшы қасымнан, табылшы қасымнан. Сенсіз көздеймін жанары солған, үмітімді үзбеймін. Жоғалтып алған арман, қайдасың аңсап іздеймін. Шарладым ардағым, нұр сәуле боп шашылған, оралшы қайтадан таңым. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Нұр сәуле боп шашылған, оралшы қайтадан таңым. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Арман болған асыл жан, табылшы тек қасымнан. Әркімнің ата-анасы әулиесі деген аталы сөз бекер айтылмаса керек. Бір кездегі бала Бауыржан ата-анасының үмітін ақтап, олардың алдындағы перзенттік парызын өтеді деп ойлаймын. Қазақ еліне Бауыржандай ұл сыйлаған ата-анасына біздің де алғысымыз шексіз. Осымен уақытымыз тәмамдалды. Мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар. Сила
сәулем, күліп шығар күн бар ма қарсы алдымнан. Қайдасың, қайдасың ағарманым, іздейді жүрек өзіңді, тек өзің.